Атырауда әрқайсысы 12 миллион теңгеге салынған аялдамалар іске алғысыз. Атыраудың 40 градустығында әрқайсысы 12 миллион теңгеге салынған жылы аялдамалардағы салқындатқыштар істемей тұр. Жұрт шыжыған күннен аялдаманың көлеңкесінде тұрып қорғануға мәжбүр. Атырау қаласы әкімдігінің мәліметінше, қала аумағында 22 жабық аялдама орнатылған. Оның 6-ы сенімгерлік басқаруда болса, қалған 16-сын арнаулы автобаза жуып жинайды екен. Аялдамалардың барлығын таңертең сағат 7:00-ден кешкі 21:00-ге дейін ашық. Қазір ешқайсысында бейнебақылау камералары мен салқындатқыштар қосылмаған. Аялдаманың ішін көрейін деп кіріп едім, тұтқасына қолымды күйдіріп алуға шақ қалдым. Темір күнге әбден қызып кеткен. Осы жерден күнде кешке үйге қайтамын. Бұл аялдаманың тек жазда ғана емес, қыста да рахатын көрмедік. Өйткені іші салқын, ал кей күндері мүлдем кілттеулі тұрады. Бұл аялдамаға ешкім кірмейді де, өйткені одан далада тұрған әлдеқайда жақсы екенін бәрі біледі, деді қала тұрғыны. Ал халық ең көп жиналатын Дина базары мен вокзал жабық аялдамаларының есігі, әйнектері, термометр сынған. Ол жерде де салқындатқыштар әлі күнге дейін іске қосылмаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, аялдамалар тұрғылықты жері жоқ адамдардың мекеніне айналған. Айта кетсек, Атырау қаласының аумағында алғашқы 9 жабық аялдама 2019 жылы салынған болатын. Оның жалпы сомасы 155 миллион теңгені құрады. Кейін қала көшелері тағы 13 жаңа аялдамамен толықты. Қала әкімдігі баспасөз қызметінің мәліметінше, әр аялдаманың құны 12 миллион теңгені құрайды.